Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен аквариум әдісімен бөліскелі отырмын. Бұл әдісті қазақ тілі сабағынан антоним, синоним, амоним сөздерді өткен кезде қолдансақ, өте тиімді екен. Ал енді бұл жерде 3 аквариум берілген. Жоғарыда тұрған балықтарды балалар кезекпен кезек шығып, сол балықтағы сөздерді оқып, өзінің тиісті аквариумына балалар балықты салуы қажет. Мысалы, мына жерде мына балықты бала алды деп ойлайық. Бала перзент. Бұны бала 3 аквариумның қайсысына салу керек екенін табуы қажет. Бала перзент. Бұны синоним аквариумына бала әкеп салады. Келесі сәби нәресте. Бұны да бала синоним аквариумына әкеліп орналастырады. Ары қарай үлкен, кіші деген балықты алады. Бұны антоним аквариумына әкеліп бала орналастыруы қажет. Келесі балық ыстық, суық. Бұны да антоним аквариумына әкеп бала салуы қажет. Келесі балық ара. Бұны амоним аквариумына әкеліп бала салады. Келесі балық ат. Бұны да амоним аквариумына әкеліп бала салуы қажет. Ары қарай